Сәлеметсіздер балалар, 122-ші есебімізде бізге сандар берілген. Осы сандардың негізі 2 болатындай дәреже түрінде жазыңдар дейді. Негізін жазыңдар дейді. Яғни 0,25 дегеніміз ол былай жазуға болады. 0, мысалға 100-ден 25-е. 25 пен 100-ді бір-біріне қысқартатын болсақ, 1 бөлінген 4 болады. Яғни 25-ке қысқартып тұрмыз. 1 бөлінген 4-ті қалай жазуға болады? 1 бөлінген 2-нің 2 дәрежесі. 2-нің 2 дәрежесі дегеніміз 2-нің минус 2 дәрежесіне тең. Негізі 2 болып тұр. Келесі екінші есебімізде, бұл біріншісіден, келесі екінші есебімізде 0,5. Ол дегеніміз бізде 10-нан 5 болады. Яғни 5-ке қысқартатын болса 1 бөлінген 2 болады. 1 бөлінген 2-міз, яғни 2-нің минус 1 дәрежесі. Келесі үшінші есебімізде 1 дейді. Ол дегеніміз, яғни 2-нің 0 дәрежесі болады. 2-нің кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Төртіншісінде 2 дейді. Ол 2-нің 1 дәрежесі болады. Бесіншісінде 4 дейді, яғни 4 ол 2-нің 2 дәрежесі. Енді бәрін жинақтап тізбек ретінде жазайын. Ең біріншісі 2-нің минус 2 дәрежесі. Келесі 2-нің минус 1 дәрежесі болды. Келесі 2-нің 0 дәрежесі. Келесі 2-нің жай 1 дәрежесі. Келесі 2-нің 2 дәрежесі. Бұл есебіміз осылай болды балалар.